Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сабағымызды бастаймыз. Жаңа сабақтың алдында балалар ұлттық театр өнер ордасы бөлімі бойынша сөз жұмбақ шешейік. Парижді таңғалдырған қойылым қалай аталады? Екінші, сымбатты өнердің ішіндегі ең зор өнердің бірі не? Үшінші, 2013 жылы Елордада ашылған мемлекеттік опера және балет театры қалай аталады? Төртінші, 1926 жылы Қызылорда қаласында ашылған кәсіби қазақ театрындағы бірінші қойылым. Бесінші, театр тарландарының бірі. Алтыншы, Қазақстан Республикасының халық әртісі, тамаша талант иесі Сәбит Оразбаевтың өнер иелері туралы естеліктері жазылған еңбегі қалай аталады? Жетінші, өз ісінің хас шебері. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өз ісінің хас шебері. Сабақтың мақсаты: мәтіндегі негізгі ойды анықтап, көтерілген мәселеге баға беру, өзіндік көзқарасын дәлелді жеткізу. Шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазу. Кіру билеті әдісі. Балалар, бүгінгі сабақтан нені білгілерің келеді? Кіру билеті бойынша бағалау критерийлері: негізгі ойды анықтайды, көтерілген мәселені анықтап баға береді, өз көзқарасын дәлелді жеткізеді, жазба жұмыстарында көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданады. Өз ісінің хас шебері. Театр өнер саласында орны бөлек ерекше тұлға Әзірбайжан Мамбетовпен танысамыз. Ал енді балалар, сұрақтармен жұмыс. Саралаудың қарқынды тәсілі бойынша Әзірбайжан Мамбетов кім? Әзірбайжан Мамбетов туралы не білесіңдер? Сөз сыры әдісі. Балалар, мәтіндегі жаңа термин сөздерге түсінік беріп көрейікші. Мизансцена – сахнада орналасу. Актерлердің спектакль кезінде сахнадағы орны. Мизансцена – пьесаның идеялық мазмұнын бейнелі түрде көрсететін басты құралдардың бірі. Театр – ойын-сауық орны. Түрлі сахналық ойын-сауықтар, сонымен қатар жалпы мәдени шаралар өткізілетін орын. Спектакль – театр өнерінің туындысы, театрландырылған қойылым. Балалар, үш оқу ұстанымы. Саралаудың үдеріс тәсіліне көшеміз. Топтық жұмыс. Тапсырма қадамдары: бірінші, мәтінді оқиды. Екінші, көтерілген мәселені анықтайды, баға береді. Үшінші, өз көзқарасын дәлелдейді. Үш оқу ұстанымы кестесіне қараймыз балалар. Бірінші, көтерілген мәселені анықтаймыз. Екінші, менің көзқарасым, оған дәлел. Яғни оқушылар, сендер өз көзқарастарыңды білдіріп, дәлел келтіресіңдер. Тапсырманың алдында дескрипторге мән береміз. Дескриптор көтерілген мәселені анықтайды, көтерілген мәселеге баға береді, өз көзқарасын білдіреді және дәлел келтіреді. Үш оқу ұстанымы бойынша балалар, көтерілген мәселені анықтап, оған дәлел келтіріп, өз көзқарастарыңды білдірдіңдер деп ойлаймын. Олай болса, сәйкестендіру әдісіне көшейік. Балалар, сендерге мына жерде 5 сөйлем берілген. Сол 5 сөйлемді оқып, қайсы фразеологизм, метафора, перифразға жататынын анықтап сәйкестендіреміз. Балалар, еркін жазу әдісіне көшеміз. Саралаудың нәтижелі тәсілі. Өз ісінің хас шебері тақырыбында Әзірбайжан Мамбетовке мінездеме, хат, мақала, эссе, өлең жазасыңдар. Жазба жұмысында көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын қолданасыңдар. Дескриптор жазба жұмысының тақырыбын ашады, жазба жұмысының құрылымын сақтайды, көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын қолданады. Осы тапсырмада балалар берілген мінездеме, хат, мақала, эссе, өлең
жазба жұмыстарының біреуін таңдап орындайсыңдар. Және де жазба жұмыстарыңның нәтижесі шығарылып, үздік жұмыстар оқылады. Өте жақсы балалар. Олай болса, шығу билеті арқылы сабағымызды қорытындылаймыз. Сабақта алған ақпараттар бойынша ойларыңды тұжырымдаңдар. Мен түсіндім, маған қиындық тудырды, маған ұнағаны. Осылай өздеріңнің ойларыңды қорытындылап, кері байланыс беріңдер. Жақсы балалар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.